Хорезм тарихы, халықлар, дінлер, династиялар хамде мәдениетлар тағдиры тұтасқан ұлы синтез тарихы. Каруан жоллары шарасында шөллер хамде далалардың шекарасында жайласқан Хорезм асырлер дауамында тек қана Орта Азияның сияси орайы ғана емес, ал бәлкім оның рухи, мәдени хамде этникалық өзгерістерінің жүрегі болып келген. Бұл процесте өзбеклер айрықша орын иелейді. Өзбек халқы Хорезм келешегін түп тикарынан қайта аңлады хамде жаңа дәуірге тикар тасын қоя алды. Хам көшпелі, хам отырықшы дәстүрлердің мирасқорлары болған өзбеклер Хорезм тарихының құрамалы тоқмасына тек қана сіңіп қалмастан, оны бүткілі жаңалады. Олар айемгі дәуірлерді жаңа заманменен байланыстырған өзек, Хорезмнің тикарғы сияси хакимияты және де архитектуралық рауажлану хамде мәдени оянуының пәтін белгілеп берген халыққа айланды. Олардың әскери құдіреті, басқару потенциалы хамде жедел этномәдени күші арқалы регионның көп қырлы, бірақ тағдирінде жалғыз болған жаңа келбеті қалыплесті. Және де бүгінгі санымыз Хиуа ханлығының қалыплесу басқышлары, сондай халқының этникалық әртүрлілігі хам өзбеклердің Хорезмді өзбек мемлекетшілігінің орайына айландырудағы шешуші рөлі хақында терең хам тереңірек саяхатқа мұрат етеміз. Жайхунның ілімге толы суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. Барлық жазба хам аузекі рауиятларда негізі Хиуа хамде Хиуалылар шежіресі уағыда ұзақ тарихқа ие екенлігі, хам үлкен әулиелер менен байланслы екенлігі айтылады. Сондай-ақ ажайып тарихшы хамде таж-тахт иесі Абылғазы хан өзінің шежірейі түрк атлы шығармасында Хиуа ханы ата-бабаларының келіп шығуын пайғамбарлар дәуірі хатте адам Сафиуллахқа шекем алып барады. Оның тарихы бойынша ең әйемгі ата-бабалардың әке тарепі Оғыз ханға, оның әкесі Қара хан, және де оның әкесі Моғол хан, оның әкесі Аланша хан, оның әкесі Күйік хан, оның әкесі Аблаша хан, оның әкесі Тұтақ хан, оның әкесі Түрк һәм оның әкесі Яфас, оның әкесі болса Нух пайғамбар алейхиссалам, және де оның әкесі Қамақ, және де оның әкесі Матушаллах, оның әкесі Идрис пайғамбар, оның әкесі Барот, оның әкесі Михаил, яғни Таураттағы Михаил, оның әкесі Қайнан, оның әкесі Ануш һәм оның әкесі Шиш пайғамбар. Хамде ақырғы әке адам Сафиуллах, яғни Алла жаратқан адам атаға барып тақалады. Абылғазы ханның анасы Мехрибану ханым да жоғары дәрежедегі әулетларынан болған деуіміз мүмкін, яғни Жанғазы сұлтанның қызы, оның әкесі Шерғазы сұлтан, оның әкесі Сұлтан ғазы, оның әкесі Хиуа тақтының иесі болған Елбарс хан, және де оның әкесі Бурка сұлтан, оның әкесі Ядгар хан, ал Ядгар ханда атамыз бенен анамыздың әкесі қосылады деп жазады Абылғазы. 6 жасқа жеткенде анамыз хақ рахметіне кетті дейді. 16 жасқа жеткенге шекем Үргеніште әке қолында болдық. Ондан соң атамыз Катқуда қалды. Тағы Үргеніштің ярымын ұлы атамыз Хабаш сұлтанға хам ярымын бізге берді. Бір жылдан соң Хабаш хам Елбарс атлы ағаларымыз бенен арамызда низа болды. Сол себептен тұра алмай Хиуаға әкеміздің қасына келдік деп жазып қалдырады. Демек Хазіреті Палуан Махмудтың да ұлы әулие спатында ұлы ата бабалар шежіресіне қосылып, жаңа ханлық хамде династияның қауіндері спатында тән алынуы бекар емес. Бұл рауиятта келтірілген атлар айрым тарихи шақсылар менен байланысылы болып қалмастан, хатте әйемгі Месопотамия хам Шумер, Таурат хамды Инжилдегі образлар менен байланысылы екенлігі диққатқа лайық. Ханлықтың байтақты
Хиуа, яғни Хеуақтың пайда болуы хамде оның қауіндері ең соңғы әулие Палуан Махмуд пенен байланысылы далада кең тарқалған рауиятларда да өз сәулеленуін тапқанлығы ахметлі. Хиуа хақындағы тарихи мағлұматлар дәслеп ерте орта әсірлер деректерінде ұшырасады. Оны бірінші рет 10-шы асыр авторы Истахри тілге алады. Сол дәуірдің географ алымы Мақтеси де осындай хабар береді. Хиуа жол шетінде жайласқан, бұл үлкен қала болып, канал бойында жайласқан, ол жерде саулатлы жами мешіті бар. Мақседи және былай жазады: Хиуа ямасы Хиуа Хорезм аймағындағы қала һәм қорған. Олар арасында 15 фарсах аралық бар. Хорезм халқы оны Хиуа деп атайды. Кейіналы Хиуаға тиесілі бірқанша қызықлы мағлұматлар 14-ші асырлерде Низамиддин Шами, 15-ші асырлерде жазылған Абразах Самарханди хамде Мирхонд шығармаларында ұшырасады. Соңғы асырлерде Хиуа хақында жергілікті рус хамде сырт елдерден келген авторлардың қарқилы шығармаларында әртүрлі мағлұматлар келтірілген. 19-ші асыр басларында пайда болған Құдайберді ибн Қош Мұхаммед Хиуахидің Ділғараиб атлы шығармасында Хиуа тарихына тиесілі айрым мағлұматлар диққатқа лайық. Ол Хорезм қалаларын тарифлеп былай баян етеді. Бұл мемлекет қорғанларынан және бірі қала Рамілдур. Оған Сам ибн Нух тарапынан текар салынған болып, Хиуах атыменен машхур. Және айтады, бұл сөзде Хиуах Хазіреті Палуан Махмуд Уали өлімі тарихы жасырынған. Солай етіп, ол тарихта қаланың аты болып қалған. Қаланың бұрынғы аты болса Раміль болып, құмменен толған жер деген мәніні аңлатқан. Күндердің бірінде Ибн Нух аңнан кейін осы жерде жатып қалады һәм ұйқыға кетеді. Ұйқысында ол түс көреді. Оны қартерептен 300 ат қоршап алған еміш. Жақсы кейпиятта оянған Сам ибн Нух өзінен естелік қалдыруға қарар етеді. Бұл жерде топырақ толтырып қала салады. Кейінгі келгенінде болса, оны қорған диуалар менен қоршап, батыс тарапіне бұлақ ағызады. Айтуларына қарағанда Хиуах соңынан көп мәрте қарабаханаға айландырылған һәм қайта тікленген. Қазір болса ол жүдә көркем. Қала онша үлкен болмаған. Қазірде оны бір уақытлары 5-6 танап жерді елеген көл есабынан кеңейтірген. Бұл баянатта екі нәрсеге тібар беру зәрур. Біріншісі, қаланы ең әйемгі дәуірлерде пайда болғанына ишарат етілуі. Мәселен, халық әпсаналарындағы Теурат образыменен байланысылы Сим хамде Нух дәуірі. Екіншісі, археологиялық ашылулар тастиқланған Хиуаның құрылуы тарихына әтеуір сәйкес келуі. Яғни қаланың құм топырақ үстінде құрылуы сияқлы мағлұматлар үлкен әхметке ие. Бұл мазмұндағы халық арасында тарқалған әпсана хамде рауиятларда Хиуа қаласының пайда болуы оғада ұзақ тарихпенен байланысылы екенлігін тастиқлайды. Хиуалылардың айтуынша әйемгі дәуірлерде бұл қаланың орнында шөлістанлық болғаны һәм бұл жерден Маруан, Хорезм пайтақты көне Үргенч, яғни Гурганчқа алып баратығын сауда жол өткен. Қазіргі Ишан қала орнында бір құдық болған, оның аты Хиуах делінген. Хиуаның пайда болуы да осы құдықпенен байланысылы еміш. Қазіргі шекем Хиуаға кім келмесін, оны сол құдық жайласқан хәуліге алып барады. Бұл тарихи естелік Ишан қалада Мадригем Саидовқа қарасылы үйдің хәулісінде қастерлеп сақланып келінбекте һәм қазірде де Хиуах деген атамаменен болып, тарихы тынық, дұшы сулы белгілі құдық. Осы құдық атыменен қала аталған дейді. Хиуах атамасының да әйемгілігін есапқа алып, қала тарихы ұзақ дәуірлерге тиесілі деген пікірді хабаршылар
қайта айтар еді. Соныда ітібарға алу зарур. Бұл әпсаналарда қаланың келіп шығуын, тек арлауда шөлістанлықтағы су терегі құдықпенен байланыстырылуы, һәм оның атрапында адамлардың пайда болуы региондағы табиғи жағдайға сәйкес келуде хақиқи көріністі суретлейді. Зерттеулер соны көрсетеді. Хақиқатында да Ишан қаланың құрылуы текарында құм қатламлары бар екенлігі анықланған. Хиуаның жасын анықлау мақсатында өткерілген зерттеулер әдеуір нәтижелі болған. 1984-1985 жылдар аралығында алып барылған, яғни Өзбекстан Республикасы Ілімнер Академиясы тарапынан алып барылған іліми археологиялық қазулар Хиуаның қазіргі орнында эрамыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық орталарында диқаншылық һәм өнерменшілік пенен шұғыланушы халық жасағанлығын дәлелдейді. Бұл жерде һәр түрлі сирек ұшырасатығын бұйымлар, құм бөлеклері, қадақлар және де басқа да затлар, құрылыс имаратларының қалдықлары, әсіресе Хорезмнің антик дәуіріне тиесілі қам гербшер һәмде туры мүйішлі квадрат формасындағы мұнаралы диуаллар менен қоршалған Ишан қала біздің эрамыздан бұрынғы 4-3 асырлерде пайда болғанлығын айқын көрсетіп береді. Хиуадан 15-17 километр арқы батыста бой көтерген қорғанлардың қалдықлары да сол дәуірге тиесілі. Және де Кушан дәуірінде, яғни 1-4 асырлерде өмір Ишан қала сыртында давам еткен. Және де белгілі өзбек алымы Яхия Ғұламов өткерген зерттеулерде Ишан қала һәм оның атрапында тіршілік болғанлығын тасдиқлайды. Кейінгі қазулар нәтижесінде Ишан қала аймағында айемгі қала диуалары һәмде гүлал ыдыс табылмалары. Хаттекі эрамыздан алдыңғы 5-4 әсірлерге тиесілі екенлігі анықланады. Және де Ишан қала һәмде Дейшан қала диуалары кейінірек қайтадан тікіленген. 6-8 әсірлерге келіп, бұл жерде тұрмыс бір қанша жанланған, сондай-ақ атраптағы жерлер өзлестірілген. Хиуа аймағындағы айемгі диуалар атрапында Хорезм отырықша диқаншылық пенен шұғыланушы халықтың хәулі типіндегі үйлері һәмде феодал сарайларының қалдықлары жақын дәуірлерге шекем сақланып қалған. Осы дәуірге тиесілі Ақшық баба һәмде оның құбыла шығыс бөліміндегі квадрат көрінісіндегі сарай қарабақаналары болған айқын мысал бола алады. Және де тарихи деректерге қарағанда 9-10 асырлерде көне арх аймағында Ақмешіт және де Палуан даруаза атрапларында тіршілік давам еткен. Сонда айтып өтуіміз керек, Хиуаның жаңадан гүлдеп жаснауы, оның батыс һәмде орайлық бөлімінде тұрмыстың жанлануы 12-13 асырлерге тура келеді. Монголлар басқыншылығынан кейін қала бірнеше мәрте таланғанлығына қарамастан, онда тіршілік давам етіп, айрым имаратлар құрылған. Атап айтқанда, Ишан қала шеңберінде Шоқаландар баба қонысы һәм Шахмардан каруан сарайы пайда болған. Хиуа қаласының диуаллары 3-ші асырдың екінші ярымында құлай баслаған еді. Кейінгі асыр ақырларында қорған диуаллары оңланып қайта тікленеді. 15-16 асырлерде қалада тұрмыз біраз сөне баслаған еді. Бірақ Хиуа ханлығы орнатылуы һәм байтақтың бұл жерге көшірілуіменен Хиуа хақиқи рауажлана баслайды. Оның майданы кеңейеді. Ишан қала диуаллары жаңадан құрылады. Салтанатлы имаратлар пайда болады. Монголлар басқыншылығы һәм олардың орнатқан жаңа тәртібі қаншелі ауыр болмасын, халық дөретушілігі һәм құрушылығы сөнбеген. Монголлар келтірген жаппай бүргіншіліктен кейін де көп ұзамай Хиуа һәм оның атрапында бұрынғы сәулетшілік дәстүрлері, жаңа идеялар, жаңа техникалық һәм көркем ұсулар менен байып, рауажланып барады. Бірақ 14-ші асырлерде бұл жерлерде бүткіл Мауреннахрдағыдай хакимият үшін монгол ханлары һәм жергілікті хүкімдарлар арасында қызған өзара күреслер давам етіп тұрды. Әне осындай жағдайда Орта Азия тарихы сахнасында жаңа ірі шахстың пайда болуы бүткіл орайлық Азия һәмде хиуалылар тұрмысында үлкен
рөл ойнаған еді. Бұл ұлы шахс дүнияны ләрзеге келтірген белгілі сахыбқаран Амир Темур еді. Ол Мауреннахр, Алтын Орда һәм Хорасанда хауж алып кеткен өзара феодалдық ұрыслардың алдын алды. Темур Мауреннахрды бойсындырып, мемлекетті және де кеңейтті. Ұлы Жаһангир 1379 жылы Хорезмнің Құбла бөлегін мемлекетіне қосып һәм кейінгі жеңіслі жүріслерінде Темур 1388 жылы үлкен әскерменен ескі Хорезм пайтақты Үргенішті қамал етеді һәм сол арқалы бүткіл үлкені құдіретлі жаңа империяға қосады. Амир Темур өлімінен кейін үлкен империяда тақт таласлары жүдә кескінлесіп кетеді. Ғаресіздікке ұмтылып атырған Темур әулетлары жергілікті хәмелдарлар арасындағы тынымсыз күреслер, алғау-далғаулар империяның діңкесін құртты. Бүткіл өлкедегі үлкен кіші мүлік иелері арасында келіспеушіліктер күшейді. Бұндай ауыр жағдайды басынан кешіріп атырған Мауреннахр соның ішінде Хорезмде 15 ғасыр басларынан Дәшт Қыпшақ тарапынан келген көшпелі қауымдар һәмде елатлар тарапынан басбалынады. Бүткілі жаңа дәуір, жаңа династиялар хүкімдарлығы басланады. Дәслеп Хорезмге Алтын Орда ханы Өзбек Үргенш әмірі етіп, Қоңырат қауымынан шыққан жиені Құтлұқ Темурды тайынлайды. Оның менен Хорезмге келген түрк Қыпшақ қауым уәкілдері жергілікті этникалық топарлар менен араласады. 14 ғасырдың 90 жылларында бұл жерге қыпшақлар жаппай түрде көшіп келіп орналасып, жергілікті халыққа сіңісіп кете баслаған еді. Әсіресе 16 ғасыр басларынан Хорезмге, соның ішінде Хиуаға Абылқайыр ханның ақлығы Шайбани хан өзбеклері көплеп көшіп келіп орналасқан. 1511 жылы Берка ханның ұллары Елбарыс һәмде Белбарыс атлы өзбек сұлтанлары өз үйлері һәм адамлары менен Сырдария бойларынан дәслеп Арал теңізі жағаларына һәм Амудария бассейніне, кейін бүткіл Құбла Хорезмге тарқалып орналасады. Мұхаммед Шайбани хан өз әскерлері менен дәслеп 1499 жылы Зарafшан ойпатында пайда болған еді. Соң 1504 жылы Хорезмге жүріс етіп, Үргенішті 10 ай үзліксіз қамал етіп, үргеншілердің мәртлерше қорғануына қарамастан бағындырған. Кейінгі жүріслері нәтижесінде бүткіл Мауреннахр һәм Хорасанды өзіне бойсындырған. Бірақ Иран шахы Исмаил бірінші тарапынан соққыға ұшыраған Шайбани хан Марға шегінеді. Мұрғап дариясы бойында Шайбани хан әскерлері менен иранлылар арасында қатты сауаш болып, алданып қоршауға түскен өзбеклер жеңіліске ұшырайды. Шайбани хан өзі сауашта қаза табады. Шайбани ханның жиені Убайдулла хан өз әскерлеріменен 1513 жылы Мауреннахрға басырып келеді һәм дерлік сауаш қылмастан Самарқандты қолға кіргізеді. Оның ұлы Абдулазиз хан Бұхарада өз хүкімдарлығын орнатады. Және де сол уақыттан басылып бүткілі өзбеклер қолына өткен Самарқандта 1540-1551 жыллар өзбеклердің ұлы ханы атағыменен Абдул-Латиф тақтқа отырады. Солай етіп бүткіл Мауреннахр һәмде Хорезм Шайбани хан һәм Абылқайыр хан әулетлары арасында бірнеше бөлімлерге бөлініп кеткен. Сол уақытта Шайбанилер тақты атадан ұлға емес, ал хан әулетларындағы жасы һәм мәртебесіне қарап мирас болып өтетұғын еді. Хорезмге Елбарыс хан менен келген қауым һәмде елатлар арасында наймалар, ұйғырлар һәмде дөрменлер бар екенлігі хақында Абылғазы хан хабар береді. Бұл мағлұматлар Хиуадағы тек қана саяси жағдай емес, ахметлісі онда жасаушы халықтың этникалық келбетін анықтауға жәрдем береді. Басқа да тарихи деректерде Абылғазы ханның мағлұматларын тасдиқлайды. Хорезмге келіп жайласқан өзбеклер дәслеп вәзірді, кейін Үргенішті, Хиуа, Казарасп қатты елеп ғарисіз ханлықлар дүзеді. Бірақ сол дәуірде олар арасында хакимият үшін күрес басланып, қоңсы өлкелер Хорасан, Астрабад, Каспий бойы, соның ішінде Маңғышлық һәмде басқа да жерлерде өзліксіз жүріслер қылып тұрған. Бұл өзбек қауымлерінің әскери һәмде сияси құдіреті қаншелі жоғары болғанлығына
турасынан дерек береді. Абылғази hamde басқа деректердің хабар беруінше 16 ғасырдың екінші ярымында Хорезмге келіп орналасқан түрлі ру қауымлер мемлекетте өз үкімдарлығын орнатуға ұмтылады. Олардың тикарға жетекші топарлары наймалар, ойғырлар, дөрмелер болған һәм олардың билері де нақлары бұрынғысынша сол ямаса сұлтан ямаса ханның хакимиятын иелеуінде белсенді шешуші рөл атқарған, ал халық массасы нөкерлік вазипасын атқарған. Абылғазы Ақтай ханның нөкерлері арасында дөрмелер болғанлығынан хабар береді. Үргенч үшін болған сауашта еш сұлтан Хошам хан тарапында болған һәм тұтқынға түскен ұйғыр һәм наймаларды өлтіріп жіберген. Хиуаға қайтып келгеннен кейін өз әскерлері құрамындағы ұйғыр һәм наймалардың орнына дөрмелерді тағайындаған. Бірақ айрым ру ақсүйектері жоғары лауазымында болған. Ақтай ханның ұлы Полат сұлтан дәуірінде Індібай атлы ұйғыр сұлтан атынан мемлекеттік істерді алып барған. Аваниш ханның ұлы Али сұлтан үкімдарлық еткен уақытта наймалардан Мұхаммед атлы би Али ұлы Санчарға берілген нысаны 25 жыл басқарған. Дәл осындай уақиялар кейінірек араб Мұхаммед хан 1602-1622 һәм Исфандияр хан 1623-1643 жыллар дәуірінде жүз бергенлігі хақында тарихи деректер хабар береді. Қысқасы, айрым рулардың қудалауға ұшырағанына қарамастан, дәслепкі Хиуа ханлары дәуірінде ұйғырлар, наймалар, дөрмелер жетекші рөл атқарып келген. Бірақ 17-ші ғасырдың екінші ярымынан бастап бұл қауымлерден басқа өзбеклердің Әмударияның төменгі ағымында жайласқан басқа ру қауым топарларының белсенділігі күшейе басылайды. Сонымен бірге арғы шығыстан Сырдарияның төменгі ағысы тарапынан Әмудария хауызіне өзбеклердің жаңа толқыны келе басылайды. Һәм бұл жерде өзбек халқы келіп атырғанлар есебінен көбейіп, Қоңырат, Қыпшақ, Қаңлы һәм Маңғытлардың саны әдеуір артады. Өзбек этногенезінде ахметлі орын иелеген отырықшы халықтар һәмде көшпелі қауымлердің симбиозы жаңа дәуірдің тигарын қалыптасуында ахметлі орын иелейді. Яғни Абылғазы Хиуа ханлығында жасаушы өзбек рулары һәм қауымлерін 4 топарға бөледі. Біріншісі ұйғыр һәм найман, екіншісі Қоңырат һәм қият, үшіншісі нөкіс һәм маңғытлар, төртіншісі Қаңлы һәм Қыпшақлар. Бұл топарларға ол бірнеше қауым уәкілдерін де кіргізеді. Және де бұл топарлардың ұлыма саны 14 болып, олардан Жалайыр һәм Алиелілер қиятларға қосылған. Және де кенегеслер нөкіслерге, хожелілер маңғытларға, дөрманлар, жүзлілер, мыңлар ұйғырларға, және де сейітлер наймаларға қосылады. Хиуада өзбеклер топарына кірген Қоңыратлар һәм Қытайлар жүді азшылықты құрайды. Бірақ пайтақты тарапында барлық тикарға қауымлердің уәкілдері ұшырасады һәмде әсіресе Қоңырат, дөрмен һәм наймаллар көбірек жайласады. Барлық тарихи деректерде һәмде этнографиялық зерттеулерде хиуалыларды этникалық жақтан екі топарға бөліп тәріптейді. Яғни бұлар отырықшы айемгі халықлар, сартлар һәм келгінді, бірақ отырықшы халықпенен араласып кеткен ру қауымлы өзбеклер. Сартлар көпшілік зерттеулерде атап өтілгеніндей Орта Азия қалалары һәм қорғанларында жасап, диқаншылық, өнерменшілік һәмде сауда-саттықпенен шұғыланып келген отырықшы халық. Белгілі шығыстанушы академик Василий Васильевич Радловтың анықламасы бойынша сарт атамасы тикарынан санскрит сөзінен келіп шыққан болып, саудагер каруан басшысы деген мәнін аңлатады. Оның пікірінше сартлар, соның ішінде Хиуа сартлары да Орта Азия халықларының иран тілдес түпкілікілі халқының әулады әйемгі туранылардың түркілескен ел аты. Олар өздерінің рушылық атамаларын бүткілдей сақлап қалмаған. Сарт сөзі орта ғасыр авторларының шығармаларында да ұшырасады. Юсуп Хасхаджиб һәмде Махмуд Қашқари сарт сөзін саудагер мәнісінде тәріптейді. Монголлар да дәстеп мұсылман саудагерлерін, Орта Азияны басып алған түрклер де жергілікті қалалыларды сартлар деп атаған. 13-ші ғасырда Хорезмді басып алған монголлар жергілікті халықты һәм маурыннахрлы сауда һәм өнермешілік пенен шұғыланушы халықты сартовул, сартактай, сартокты деп атаған. Монголлар тілінде Орта Азия сартларын хотон, яғни қалалы, отырықшы деп атауда диққатқа лайық. 16-ші ғасырда маурыннахрды, соның ішінде Хиуаны да басып алған шайбанилер өздерін өзбеклер
өзбектер жергілікті түпкілікті халықты сартлар деп атағаны мәлім. Хиуа ханлығы халқының тикарғы этникалық дүзілісі хақында ахметлі мағлуматлар рус саяхатшылары һәм дипломатиялық уәкілдерінің жазған шығармаларында да келтірілген. 1793 жылы Хиуаға дипломатиялық тапсырма менен келген майор Бланкеннагель былай деп жазады: Улума Хиуа жерінің халық саны 100 000 жаннан көп деп болжау мүмкін. Солардан өзбеклер 45 700, сартлар 15 000, қарақалпақлар 10 000, яумытлар 5 000, қалғанлары болса тұтқынға түскен құллар болған. Бұл жердегі айемгі халық сартлар өзбеклерге бағыншылы еді һәм еккен сүрәтінің көпшілік бөлегін оларға төлер еді. Этнографиялық зерттеулер де Хиуадағы жергілікті халықтың құрамында әртүрлі елатлар бар екенлігін тасдиқлайды. Тек қана жазба деректерді емес, ал дала материаллары да сарт һәм өзбеклерді айырып, олардың сыртқы көрінісінде, яғни антропологиялық түзілісінде де һәм қожалық іскерлігі, мәдениеті һәм тұрмысында айырым парқ бар екенлігін атап өтеді. Ғарры хиуалылар да ханлық дәуірін еслеп келгенде өзбеклер елатлары менен жергілікті сартлар арасындағы айырмашылықты өзінше түсіндіреді. Бұлардың анықламасы бойынша бұрынлары бұл жердегі өзбеклерді өзбек емес, ал атаулар деп аталған. Революцияға шекем олар Айымбетчап һәм Арал теңізі арасындағы бір атауда жасаған, сондықтан атаулар деп атаған. Атаулар бұл ру яки халық емес, бәлкім лақап. Үргенч, Хиуа, Ханха Хазарасыпта революциядан алдын қара сарт деп аталған халық жасаған. Кейін атаулы өзбеклер де, қара сартлар да өзбек деп атала баслаған. Бұл деген олар бірден бір өзбек миллеті астында бірлескен. Задыхинаның жазуынша ханлық дәуірінде Гүрленнен Құблаға шекем Пітнәк, Хазарасп, Хиуа, Шаббас халқы, Нөкіс, Маңғыт, Гүрлен, Қыпшақ, Қоңырат, Қожелі, Гөне Үргенш, Шымбайдың халқын атаулар деп атаған һәм есаплаған. Егер адамлардың үлкен жиыны ямаса мәресімі болса, Гүрленнен жоғары Дарған атаға шекем сартлардың бір үлкен мәресімі болған. Тоқмақтан Гүрленге шекем басқа бір топар атаулы өзбеклердің үлкен мәресімі өткен. Ханха, Хиуа, Хазарасп қалалары халқы бархолла бір орында отырықшы түрде жасаған. Қоңырат руының уәкілдері болса Түркістан бойлап көшіп жүрген. Өзбек елатларының отырықшы жағдайға өтуі әдеуір ұзақ дауам етіп келген. Этнографиялық һәм тарихи мағлуматларға қарағанда, Хиуа ханлығында 20 ғасыр басыларына шекем өзбеклер отырықшы тұрмыс тәрізіне өтсе де, бақса үйлер менен бір қатарда ескі үйдегі киіз отау, яғни қара үйлерде де жасап келген. Мәлім болғанындай, кейінгі Хиуа ханлары да Таш-Хауля ішінде арнаулы отаулар орнатқан. Этнографлар ханшылық, суғару менен шұғыланушы тикарғы халық сартлардың жаңа дәуірді басылап берген өзбеклерге тәсірі соншелі дәрежеде күшлі болғанлығы. Әсіріміз басыларында олар әсіресе халықтың Құбла бөлімінде көшпелі дәстүрлерін дерлік жоғалта басылғанлығын айтып өтеді. Отырықшылық процесінде олар жергілікті халықтан суғару диханшылығының құрамалы тәртіп қағидаларын үйреніп барып, өз кезегінде бұл жағдай сартлар һәмде өзбеклердің дәслеп қожалық, кейін ала мәдени тұрмыслық шақтан жақынласуына алып келеді. Хиуа даласының Құбла бөліміндегі отырықшы өзбеклері арқадағы руларына қарағанда тезірек ру қауымлық бөлінулерін ұмыта баслайды. Өздерінің өзбек атын сақлап қалды. Соған қарамастан Данилевскийдің өткен әсірдің бірінші ярымына тиесілі этнографиялық мағлуматлары диққатқа лайық. Оның тарифлеуінше айне өзбеклер текарынан Хиуа ханлығының арқасында көпшілікті құраған һәм ол келтірген ханлықтағы 25 қаланың тек 6-сында өзбеклер жасамайды. Тек 5-6 қала халқы тек қана сартлардан һәм парсылардан барат деп көрсетіледі. Тарихи деректер һәм зерттеулердің хабар беруінше Хиуадан арқада жайласқан 8 қалада Гүрлен, Бағат, Қыпшақ, Қытай, Қошкөпір, Қоңырат, Маңғыт һәм Қожелді тек қана өзбеклер ямаса көпшілігі өзбеклерден барат болған
халық жасағанлығы атап өтілген. 8 қалада болса сартлар менен өзбеклер жасайды. 3 қала халқы хақында мағлумат жоқ деп хабар береді сол автор. Осы мөнәсәбетпенен 1897 жылы патша хакимияты тарапынан Россия империясында өткерілген бірінші халықты тізімге алу себеплі топланған жүдә қызықлы этникалық мағлуматларды еске алу зарур. Сол тізімде тілге алынған түрки халықлар ішінде сартлар бүткіл империяда 968,7 мың адамды, өзбеклер болса 726,5 мың адамды құраған. Белгілі өзбек алымы академик Яхьо Гуломовтың анықламасы бойынша асырымыз басларына келіп Хорезмде өзбек ру қауымдері төмендегіше жайласқан. Қоңырат һәм Қытайлар Гүрлен һәмде Шауат районларында, Маңғытлар Гүрлен һәм Амбар Манакта, Қиятлар Шауат районында, Қыпшақлар Үргенч һәмде Қошкөпір районларында, Дөрмелілер Үргенч һәмде Амбар Манакта, Хидрелі Үргенч һәм Хиуада, Тама, Ханха, Бағат һәм Жаңарық районларында жайласқан. Найманлар текарынан Пітнектен баслап Жаңарыққа шекем һәм Үргенч қаласы атырапына шекем, Қазырасып районына шекем үлкен аймақта тарқалған. Ұйғырлар да көп районларға тарқалып жасаған. Амударияның оң жағасындағы Қожакөлден баслап Көкөзекке шекемгі барлық жерлер ханлық Қыпшаққа қараслы болған. Олар менен 14 ру қауымлер орналасқан. Бұнан тысқары Хиуа атырапында хархилы ру қауымлерден құралған, онша үлкен болмаған этникалық топарлар һәм қауым уәкілері жайласқан. Әсіресе қиятлар менен қоңыратлар Хиуадан Жаңарыққа шекемгі жүдә үлкен аймақты иелеген. 18 ғасырдың ақыры, 20 ғасырдың басларында Хиуа ханлығында жоғары лауазымларды еліп алған қоңырат инақлары арасында кескін күрес болып тұрған. Бұл күрес текарынан тақт таласы болып, текарынан бір тарептен Елтузар хан, кейін Мұхаммед Рахим һәм екінші тарептен Төремұрат Супы һәм Қожамұратлар арасында алып барылған. Нәтижеде Мұхаммед Рахим жеңіске ерсіп, Қоңырат династиясы хакимият басына келіп, беккем орналасып алғаннан соң Хиуа ханлығының арқа һәм құбла бөлімлері бірлестірілді. Бұл династия уәкілдері өз хакимиятын беккемлеуде табиғи түрде өзбеклердің декарға ру қауым ақсүйеклеріне сүйеніп іс көрген. Мунистің хабар беруінше Мұхаммед Рахим хан тарапында Қыпшақ, Кенегес, Қоңырат, Қият, Нөкіс, Маңғыт, Жалайыр, Қатаған, Найман, Қаңлы руларының уәкілдері болған. Ханлықта өзбеклердің беккем орналасып алуы бұл жерде өзбеклер тәсірінің күшеюіне алып келді. Нәтижеде зерттеушілердің атап өтуінше өзбек атамасының өзі бара-бара Хиуа ханлығында жасаушы барлық халыққа қарата қолданыла бастады. Қазіргі Хорезм соның ішінде Хиуада да өзбек қауымларының жергілікті халықпенен бүткіллей араласып кетуі нәтижесінде олардың ру қауымлық бөлінулер һәм тұрмыс тәрізі бүткіллей жоғалып кеткен. Бірақ абырайлы алым Василий Владимирович Бартельттің атап өткеніндей, Хорезм өзбеклерінің этникалық көрінісінде, тілінде һәм тұрмыслық мәдени тұрмысында өзіне тәнлік сақланып қалған. Хорезм тек қана аймақ емес, ол мәдениетлар, халықлар һәмде көп әсірлік тарихи күшлердің өзара тәсірінің жумағы болып табылады. Және де бұл құрамалы мозаиканың орайында барқолла өзбеклер тұрған, келгенді спатында емес, ал жаңа тәртіптің шөлкемлестіруші күші һәмде өзегі спатында. Оларда дала еркінлігі һәмде отырықшы данышпантлық, және де көшпелілердің жауынгерлігі һәмде қала дәстүрлерінің нәзіклігі өз үйлесімлілігін тапқан. Дәл өзбек тәсірі Хорезмді тек қана сақлап қалып қоймастан, ал оны тәртіпсізліктер, өзгерістер һәмде талаплар дәуірінде өзгертіп жіберген құрамға айландырды. Және де бұл өлкенің тағдиры өзбек халқының тағдиры болып қалыптасты. Оның хакимиятқа болған ерк ықрары һәмде бірлестіру қабілеті аймақтың тұрақлы саяси һәмде мәдени текарын қалыптастыруге мүмкіншілік берді. Олар Хорезмге сіңіп кетпеді, оны қайта түсінді. Және де Хорезмнің бүгінгі этникалық һәм тарихи өзгешелігі, ең алдыменен өзбек тарихы есте сақлауы һәмде ерк ықрарының жемісі болып табылады. Сондықтан Хорезмді түсіну үшін ең алдыменен өзбеклерді, оның мәнісін аңлаған халықты аңлау керек. Бұл жайқын жой бар еді. Сіз сұраған һәм сіз күткен темаларда кейінгі саналарда көріскенше.